Келесі сөз тобы. Енді бұл сөз тобы ретінде қай топқа кіргіземіз? Жалпы сөз тобына алған кезде біз ең бірінші оның қандай лексикалық мағына беретініне байланысты сөз тобына бөлеміз. Яғни бұл жерде етістік қимылды білдіріп тұрғандықтан бұл жерде атау тобына кіргіземіз. Атау қимылды білдіріп ол сөздің негізгі сөз тобы деп тұр ғой. Сөз тобы деп тұр ғой. Қимылды білдіргендіктен негізгі затты білдірсе, оны да атаушы сөзге білдірген жатқызамыз. Солай ма? Бұл жерде ол негізгі мағынаны білдіреді. Қандай мағына? Лексикалық мағынасына байланысты. Лексикалық мағынасына қарай. Яғни толық лексикалық мағына бергендіктен атаушы сөз деп айтамыз деген сөз. Сөз табы ретінде үш принципке. Сөз табы ретінде біз оны жалпы грамматикалық мағынасы және категориялық грамматикалық мағынасы және қатыстық грамматикалық мағынасы болғандықтан біз оны семантикалық, морфологиялық және синтаксистік осы үш принципке негіздей отырып бөлеміз. Демек, үш принципте сөз табы қарастырамыз. Барлық сөз табында осындай үш принцип бола ма? Жоқ. Неге болмайды? Мен айтайыншы апай. Неге барлық сөз табы? Мысалы, шылауда қайсысы бар? Қайсысы жоқ? Семантикалық ғана бар, иә? Жоқ. Болмайды. Біз сөз табына жатқанда осы үш принципті қайсына жауап беріп тұр деген қарау керек. Енді етістік түбірдің түрлерін қалай бөледі? Атап қана қояды. Мысалы, осы жерде етістіктің түбірлері бірнеше түрге бөлінеді. Оны біріншісіне келетін болсақ, біріккен түбір етістіктер болып бөлінеді, сонымен қатар туынды түбір етістіктер болып бөлінеді, тіркесті түбір етістіктер болып бөлінеді, қосарланған түбір етістік болып осынша бірнеше түрлерге бөлінеді. Негізгі туынды, біріккен, қосарланған, қысқарған ал негізгі көмекші етістік деп неге бөлеміз, неге етістік, негізгі ғой, неге көмекші етістік. Тағы қатысамыз. Аналитикалық формасына келеді ғой. Негізгі деген сол негізгі іс-әрекет, ал көмекші деген сол аналитикалық формада ол тек қана лексикалық мағына емес, грамматикалық мәні түсіп тұрады. Мысалы, бара сал, жат кетті деген сияқты етістіктер жатады. Жат еттіміз, кішкене сәтсіздеу болды, иә? Көмекші бар, бірақ қоспаймыз. Неге қоспаймыз? Жат кетті, қарсы етті дегенді? Өйткені бұл жерде еттен құбылысы бар. Сөз көмекті. Бір екі етістік бар, сөз көмекті. Сөз болған қатысатын етістіктер бар, көмекші етістіктер ішінде де. Бірақ басқа етістіктер негізінен негізгі етістікке тіркесіп, көмекші етістік қызметін атқарады. Жалпы түсінікті, иә? Енді күрделі етістік пен аналитикалық етістік мәселесі. Кім түсінді? Жаңағы сұрақтар туындады дегенде кім түсінді? Осы екеуінің не айырмашылығы бар екен? Аналитикалық етістіктер сыңарының бір етістік болып келсе, екіншісі соған жалғанған көмекші етістіктен жасалып келеді. Ал күрделі етістікте екеуі де негізгі етістіктен жасалады. Жалпы алғанда солай бөлсек болады. Жақсы. Енді осы мәселелерді қаншалықты түсіндік дегенде мынандай пікірлерге назар аударайық. Бірінші, осы етістіктің анықтамасына берілген ережелерді анықтамасы. Сол анықтаманы қаншалықты дұрыс? Бірінші мамандықтың оқиып, салмен етістік нені білдіреді дейді маман? Етістік қимылдың атын білдіреді дейді. Бұл жерде бұл пікірді қате деп санадық, өйткені етістік іс-қимылдың атын емес, іс-қимылдың өзін білдіреді дейді олар. Екінші, қазақ тілінің грамматикасында етістік тобын құрайтын сөздер, іс-әрекет, қимыл, қозғалыс, күй тәрізді толып жатқан құбылыстарды белгілік сипаттарды білдіреді. Дұрыс па? Бұл жерде жоқ, мезгілдік сипаттар бұл жерде неге бұл жерде неге мезгілдік сипатты алып отыр? Өйткені бұл жерде біз шаққа
логикасы өте жақсы. Шарт категориясы, шартта былай шарттың анықтама берген кезде де көп жағдайда шатасып отырады. Шарт деген мезгілді білдіреді деп айта саламыз, шарт деген ешқандай мезгілді нақты уақытты білдіре алмайды. Етістікте шарт категориясы болғанымен ол оның ережесіне мүлде қосуға келмейді, мезгілдік мағынаны береді. Ал мезгілді не береді сонда біздің тілімізде? Соңғы ережеде ше? Етістік семантикалық жағынан тілімізде қимылды, процесті, әртүрлі өзгеріс, құбылысты білдіретін сөздер болып табылады деп Исаев. Бұл пікірге қосасыз ба? Себебі етістік бізде семантикалық жақта қимылды да білдіреді, процесті де білдіреді, белгілі бір әртүрлі өзгерістерді де, құбылыстарды да білдіреді ғой. Негізінен бүкіл етістікке тән белгілерді қамтып отыр. Яғни біз сөздердің ережені берген кезде оның нақты белгісін көрсетуіміз керек деген сөз. Ал енді екінші етістік түбірінде бұйрықтық мағына бола ма? Мына пікірлерге қалай қарайсыздар? Бірінші пікірді тез оқып береді. Оқыңызшы. Етістіктің морфологиялық белгілері мынадай. Етістіктің түбірі екі жақ бұйрықрай болады да, оның басқа түрлері осы формасына қосымшалар қосылу арқылы жасалады. Яғни оның морфологиялық категориялық бұйрықрайдан өрбіп жатады. Демек етістіктің түбірі бұйрықрайдың екінші жағы. Бұл пікірдің авторы Төлеу деген кісі. Ал мына жерде тұрған сурет кім? Деген біздің академик ағамыз 10 томдық түсіндірме сөздіктің авторы, құрастырушысы, ұйымдастырушы, құрастырушы кісі. Екінші пікірге қайық. Түбір етістіктер екінші жақ тарапқа тікелей бұйыру, я тілек айту мағынасын сен оқы, сен сөйле білдіріп, бұйрық рай, я тілек рай формасымен түрлес те орайлас та болғандықтан грамматикада бұйрық тілек райының жекеше түрінің екінші жағының формасы саналады. Екі пікір үйлес келіп тұр ма? Түбір тұлғаны бірдей деп қарап отыр. Соңғы мысалда етістік негізі әрдайым бұйрық, тілек, өтініш мәнін білдіреді. Демек, бұйрық райдың екінші жағының анайы түрінде тұрады. Сен ал, сен жаз, сен тыңда. Бұдан нең түсінді? Сен ал дегенде бұйрықтық мағына бар ма? Бұйрық райда жіктеліп тұр. Сен ал, сен жаз. Осыны біз немен байланыстырып отыр бұл кісілер? Бірмен байланыстырып отыр. Яғни сөзін жеке тұрғанда ешқандай байланысқа түспей, жүктелмей тұрғандағы бар, кел, оқы деген тұлғада да бұйрықтық мағына бар деп тұр. Және мынада да бұйрықтық мағына болады. Ал енді қалай қарайсыздар бұл пікірге? Кез келген етістік апай ол негізгі етістік бір бұйрық райда тұрады деген дүние қате шығар. Өйткені ол мысалы шырай жалғанған кезде, қосымша жалғаулар жалғанған кезде ол бірінші түбірін алып, ол бұйрық райда тұр деп талдай алмаймыз. Мысалы, осыған байланысты Исаев атамыздың да пікірі бар ғой. Мынандай, біріншіден етістіктің түбір мағынадағысы бұйрық райдың екінші жағының тұлғасының бірі емес, олардың сыртқы түрі жағынан ғана байланысы бар деген. Сонымен қатар айтып өткен, ол екіншіден етістіктің түбірлері тікелей жіктелмейді, тек қана түбір күйінде сөйлем ішінде қолданылмайды деп осылай Исаев атамыз айтып кеткен. Өз пікірін білдірді. Сырттай ұқсас болғанмен формалар. Қалай жатамыз сонда оның түбір екенін, немесе бұйрық райда тұрған. Қалай жатады екенбіз? Кел деген жай етістік болса, сен кел десе ол бұйрық. Жіктелсе, ана бұйрықтық Айла дұрыс бастап айтты. Мысалға, кез келген тұлғадағы бұйрықтық мағына түбірге тән болса, кез келген тұлғада сақталып келеді, келген, келмек дегенде сақталды ма осында бұйрықтық мағына? Жоқ. Демек ол түбірге тән мағына емес, ол категориялық қосымшаға тән мағына деген сөзі шықты ғой. Екінші ма өтіп кетпей, үшінші қайда? Үшінші. Түбірлер туралы ғалым мамандықтың жіктеуінен күрделі сөз бен күрделі етістік ұғымдарының аражығын қалай ажыратуға болады. Бұл енді оқулықтарда берілген жіктеулер, етістіктің түбірдің түрлеріне байланысты. Түбірдің түрлері. Бірінші негізгі деп бөлінеді, екінші туынды, біріккен, оның ішінде кіріккен. Неге кіріккен деп тұр? Ол
Неге кіріккен деп Екі сөзге кіріккен деген қалай кіріккен екен? Апар деген? Алып бар. Өйт десек ше? Өйт дегенше қалай кіріккен? Олай етте сөйт. Олай сөйлеген. Тұра кел. Бүйт деген? Бірігу жолымен қалыптасқан кірге байланысқан деген сөз. Енді қосарланған түбір етістіктер алдап сулау, бөліп жару, тағы басқа. Енді бұл жерде қосарлаудың екі түрі бар, түрлері бар. Бұл жерде қайталанады. Бұл жерде екеуі де тұр, қарайшы. Слав типа оқып мысалы. Сөйлесудің барлығын осындай жаңа сөз, туынды сөз ретінде қабылдауға бола ма? Тек қана ол мағынаға жаңа бір мағына берсе, екеуі бір қосарланып келіп, жаңа бір қимылды әрекетті білдірсе, онда Жаңа сөздер жаңағы етістік деп қабылдауға. Ал сөйлей, оқып дегенде жаңа етістік. Не үшін қайталаймыз біз сонда сөздерді? Не үшін? Басқа сөз таптамыз ба? Мысалы, желдіп айту, күшейту. Сөйлейсің, шаршады. Мысалы, затесін қайталанса, тау басында, қора қойды. мөлшердің тым көп болмаса тым аз екендігін білдіру мақсатында. Ал сөйлей, Қимылдың Қайталанып жатқан өткінділігі деген сияқты грамматикалық бұл жерде жаңа сөз туған жоқ, сондықтан ада жігін ажырату керек бұл жерде. Тіркесті етістіктерде немесе күрделі етістіктерде күрделі жіктеуінде мамандықтың суреті тұр бізде әдебиеттердің ішінде сайты бар, сайттан да осы еңбектерді көруге болады. тіркес арқылы. Тіркесті сөздер қалай жасалады? бір-біріне тіркесу арқылы тіркесіп келу керек, тіркесіп келгеннен кейін ол жаңа сөз ретінде жаңа мағына беру деген. Ал енді осы жердегі бүкіл етістіктеріміз жаңа мағына бере ме? Көрейік, жәрдем ет деген жаңа мағына туды ма, туған жоқ па? Жаңа етістік туды. Бұл жерде есім сөзбенен ет деген не болады? Ет деген етістік есім сөзге, еліктеушіге, жарқ етті, тарс ет дегенде қосылғанда сөз туды. Ал енді сабыр қылып көмек көрсетіп туды ма жаңа сөз? Туды ма? Есім сөздермен келіп тұр ғой. Есім сөзбен етістіктерге жаңа сөз. Ал оқып еді дегенде ше? көмекші деген жаңағы Көмекші. Демек, негізгімен көмекші. екеуі Яғни сөз жасалған, жаңа етістік жасалған жоқ. Ал енді сонда едіні не үшін қосамыз етістікке? Мезгіл. Оқып еді, ол оқып еді. Оқыған етке. көмекші етістіктің Өткен шақта да арқылы беріп тұрмыз мына жерде. Көмекші етістіктер қандай мағына береді? модальдық мағына береді. Келе жатырды. Жатыр неге қосамыз біз? Жатыр, ол да қалып етістік қой. Қалып етістік келіп тұрғандықтан. мағына білдіреді, бөлек тұрғанда да Білдіре алады. Ал бұл жерде ше? Бұл жерде де сөз туған жоқ, жаңа сөз. Қосымша не үшін қолданып тұрсың? Бұл жерде жатыр деген қалып етістік лексикалық. Негізгі қимыл келу соған Жатыр деген осы шақты қосу үшін жалғаймыз, қалып етістіктерді. Шақты мағына, қосымшаның орнына жүріп тұр деген сөз. Жақсы көру деген ше? Жақсы бұл жерде. Сөз болмаланған пікірге. Ала келсе еді. Сөз туды ма? ала келсе Алып кел деген екі етістік қатар қолданып. Күрделі деуге болады. Енді мыналары оған қосымша көмекші етістік. Екі мына жерде негізгі етістіктер. Кетіп бара жатыр. Бұл жерде негізгі қимыл қайсысы? Кету ғой, бара жатыр екен. Үш етістік қосылып, барлығы да күрделі етістік.
бұл жерде күрделі сөз, күрделі етістік араласып келген, араласып кетіп тұр. Сөз тұрғысынан алған кезде, күрделі сөз тұрғысынан алған кезде астына түсесің. тағы. Ал келесі аналитикалық етістіктер деген не? Оны күрделі сөз тұрғысынан алғанда күрделі етістіктер қатарына қосуға болады. Және айтып өттік қой, аналитикалық етістіктердің бірі. Бұл Ахмедес ағамыздың жіктеуі. Біріншіден бір туынды түсінікті құрамды. Бұл етістікпенен мына күрделі құрама деген не айырмашылығы бар екен? Құрамды және құрама деп. Иә, не айырмашылығы бар? Мысалдарына қарайық. Дұрыс. Ал екінші қатарда етістік тіркесі барлығы бәрі күрделі сөзді құрап тұр. Идиомаланған деген қандай етістіктер ол? Бір мағына білдіреді. Тұрақты тіркестерімізде есім мәнді, етістік мәнді деп сөз таптарын ажырата аламыз. Себебі олар бір сөздің орнына қолданылады. Мысалға жұмған аузын ашпады десек, қолданамыз, сондықтан бұл етістікті тіркес деп алуға болады деген сөз. Ал енді бұл жерде аналитикалық етістік деп бөлдік. Мысалдар айта сал, ұйықтап қал, жаза тұз, қарай көр. Сонда бұл жерде айту. Бірі етістік болды, бірі негізгі қимыл айту. Ал енді салды қосқанда не өзгерді үшін? Айта сал. Мысалы, сәлем айта сал дейміз. Жол және кебіріспен бара жатып, сәлем айта сал. Біздің сәлемімізде үшін бар ма? Өз жұмысымен бар. Ал жол жөнінде соны Қосымша айтады екенбіз. Яғни қосымша грамматикалық мағына зерттеу. Ұйықтап қал. Ұйықтап қалды дейміз. Бұл жерде неге қалды қосамыз? Ұйықтап ал деп те айтуға болады, ұйықтап қалды деп те айтуға болады. Сен ұйықтап қалу. Ұйықтап қал. Тез арада жылдам жата қалда ұйықтап қалды. Немесе ұйықтап қалды. Ал ұйықтап ал десек ше? Адам өз келе, біреу жаза тұз, қарай көр, айтып жібер, айта жүр. Бұл жерде де түрлі грамматикалық мағыналар қосып тұр, негізгі мен көмекші етістіктен тұр. Сонда аналитикалық етістіктің басқа етістіктердің айырмашылығы не болып тұр? Негізгі көмекші етістіктен құралды. Сол жағынан ерекшелік. Ал енді күрделі басқа етістіктерде ондай көмекші болмайды деген сөз. Болмайды деген сөз. Түсінікті болды ма? Жарайды. Енді тағы да мына сұрақтарға жаттығулар орындау барысында көз жеткізетін боламыз. Мысалға қимылдың атын білдірмейді. қимылды іс-әрекетті кезек береді. Жоқ. Атын білдіреді? Жоқ дейін ба? Келесі түбірменен бұйрығын айтып бір дейміз ба? Жоқ. Иә деген бір басым болды. Бір емес, екеу, екі бөлек. Күрделі сөзбен күрделі етістік ұғымы сай келеді. Аналитикалық форматтар күрделі етістік жасайды. Формат деген формат деген не бізде? Формат дегенді байқадық па? Ұйықтап қал дегенде форматымыз қайсы болады екен? Қал менен, қосымша тұлғасыменен қал деген екеуі бірігіп бір қосымшаның орнына жүреді, сондықтан формат деп айтамыз. Формат деген қосымша деген сөз. Енді солар күрделі етістік жасай ма, жасамай ма? Иә. Иә бола ма? Көмекші етістіктер сөз тудырады, әлі шатасып отырмыз. Көмекші етістік тудырмай ма? Жоқ, сөз тудырмайды. Айту керек еді, жоқ. Бір мысалдар кездестіген бар, жағдайда емес. Өтіп кеттім ғой, немен? Қолдану біз не бар
бар ғой. Кесте бар ғой. Кестенің сұрақтарын бөліп жіберген болады. Жетістіктің негізгі көмекші жетістіктері жіктелуі синтаксис қызметіне байланысты. Жетістіктің негізгі және аналитикалық қызметіне Жоқ, синтаксис қызметіне негізгі көмекші. Жоқ. Жаңа талдап көрдік, иә? Иә. Қандай жағдайда негізгі болады, қандай жағдайда көмекші болады? Жоқ па? Ойлаймыз ба? Жоқ. Ойлаймыз. Иә. Қызметтен шығады ғой ол. Иә. Жеке тұрғанда, мысалы, жатыр десең, негізгі де болады, көмекші де Көмекші де болады. болады. Ал енді ол сөйлемнің ішінде Контексті ол көмекші болады. Сондықтан сөйлемнің қызметіне тікелей байланысты. Мәнсіз көмекші жетістіктері бізде мамандықтың жіктеуі бар, сұрақтың жіктеуі бар. Апай екеуі бір, өйткені мамандық мәнсіз және мәнді деп бөлген, ал ысқақ толымды және толымсыз деп. Ал енді екеуі бір бола ма, болмай ма? Сәйкес келеді, иә? Келеді, сәйкес келеді. Дәл деп алуға бола ма? Жоқ. Екеуі Жоқ дейін ба енді? мәнсіз деп. Жоқ, Бір жетістіктері деп алдық, иә? Бір деп жауап берді алға. Жоқ, сәйкес болады. Жоқ деген сөз, иә? Иә. Мысалы, Жоқ деп тұр. Неге жоқ деп тұр? мәнсіз жетістіктерде ана деген көмекші жетістікті ғана несеп қарастырылып тұр да. Ысқақтың жіктеуінде жаңағы толымсызға қайсысын жатқызады? Ысқақовқа ал, бар, деген Таза көмекші жетістікке тек қана бір ғана жетістік. Е деген. Деген ол бір ғана жетістік. ол толымсызға жатады деп. Толымсызға. Бір ғана Иә, жетістік. толымсызға жатады деп қарастырған. Ал мамав оны мәнсізге жатқызады. Маман мәнсіз деп айтады, бірақ мәнсіз жетістіктерге нені кіргізеді тағы маман? түгел алады. Ал сұрақта тек қана деген бір ғана жетістік алады. Сол жағынан алғанда сәйкес келмейді деген сөз. Бірақ Атаулары ұқсайды. қалып жетістіктер тікелей жіктеледі. Қалып жетістіктер Иә. Ал себебі басқа ал неге? өйткені оның тарихи Сол неге басқа жетістікті мен келмін, мен жатпын деп ол тарихи жағынан алып қарастырған кезде көсемшенің жинақтары ішінде бар. Осы шарттан қызметінде көсемшенің болғандықтан оны қай жетістіктен біле аламыз? Ал жатырға келген кезде қосамыз ба үстіне тағы жатыр ұр деп? Жатырмаймыз, ол жерде тұр, иә? Ол жерде тұр демек жатыр жетістігінен осыны байқауға болады. Тілімізде кірге біріккен жетістіктер бар дейді. Кірге біріккен бар ма? Келесі қайталау арқылы жаңа сөз туады. Жоқ, тумайды, тек қана мағынасы түсейді. Грамматикалық мағынасы түсейді. Қате жіберіп қойдық па? Иә. Жауабымыз қарамай қояйық. Енді мынауымыз қосылатын. Дауысы шығады. Нәрсені қосылады. Әшейінде шығып тұрған еді ғой. Бетіне қараймыз. Ешкімнің туған күні жоқ па? Туған күні жоқ па? Бүгін туған күні жоқ па? Айтып бір тілейік деп едік енді дауысы шықпай. ана жерде жоғарғы нәрсе тұрманмен бір жерде бөлек болды. Иә, дауысы шын бөліп жөндеп кетуді қалды. Телефонда бір қол шапалақтап қояйықшы. Жақсы, рахмет. Болды негіз қатты шапалақтаймыз осы. Көңіл күйімізді білдіру үшін көтеріп кеткені. назар аудару үшін Назар аудару. Мысалы, театрда не үшін қол шапалақтайды? Ризашылық мақсатында
өзі энергия, Иә, жақсы энергия аламыз. Қандай алып жақсы Береміз. Көңілді күн деген. Талдау деңгейіне көшейік. Қайырмасың да. телефонмен көрсетіп болады күшті болады телефон жазылса қосайық па телефонды? Артынан дайындап қойыңыздар, сосын көреге. Ал енді талдау деңгейіне келдік. Таксономиясының талдауда біз жұмыстар орындаймыз. Мына 3 тақырып тұр. Енді мен ана партаны әзірлеп қоюға басқаға ешқандай уақытымыз болмады. Сондықтан 3 топқа 3-еуін бересіздер. Кім қайсысын алғысы келеді? Біз бірінші топпыз. Үшінші қиындау болып тұр ғой деймін. Бір болсын, екі болсын. Бір, екі, үш. Үш минут, 5 минутта жетеді, иә? 5 минутта аяқтауға тұрса, үшінші топқа ешкінің жіктеуіне байланысты кесте берейін. Мына кесте жаңағы форматты кестесін пайдаланамыз да, өз кестемізді жасаймыз. Күрделі сөз тұрғысынан. Түсінікті ғой, иә? Күрделі сөз тұрғысынан. Бұлайды да, иә? Түбір, тұлға, бұйрық рай тұлғасы. Рай тұлғасы. Мысалға келген сөз аламыз. Екіншіге сен ал енді басылған. Мағына тұрғысынан. Мағына біріміздің ақтасы ағылшыларда басамызда болады. Түсінікті ғой, иә? Қай мағыналар екі жаңағы неден тұрады екен де бұл негізгі негізгі ал мына жерде негізгі және көмекші және формат аналитикалық формат мынау екінші топты кеткен кесте сағат кесте екінші топты қайсы форматпен сқақтың жіктеуді екінші топты үшінші аналитикалық мына жаққа қойыңыз Апай, жаза берсек болыпты бір қолға.
күрделіге жатады, мына күрделіге жатады. Алдына бөлек болады. Мынау тұрақты тіркес. Мынау тұрақты тіркес болып кетеді. Тұрақты тіркес күрделіге кетпейді. Тыңдаймыз, қалғанымыз тыңдаймыз. Бұл жерде жүгірме жер басқа жетістікті мағынасын анықтап, айырмашылығын көрсету керек. Т кестесі, иә? Т кестесі. Бірінші топтың тыңдаймыз. Яғни бұнда бір тұлғадағы сөз кел және де бұйрық жайдағы сен кел дегенде, яғни кел деген жалпы грамматикалық мағынасына тоқталатын болсақ, бұл кел деген қимылды білдіріп тұр, болымды және де салт мағынасын білдіреді. Яғни категориялық грамматикалық мағынасы бұнда жоқ дегеніміз, себебі түбір тұлға болғандықтан бұнда категориялық мағынасы жоқ. Ал егер сен кел дегенде жаңағы жалпы грамматикалық мағынасы толықтай сақталады, яғни қимылды білдіреді, болымды, салтты білдіреді. Ал бұнда айырмашылығы екеуінің, яғни категориялық грамматикалық мағынасы бұнда сен кел деген нөлдік тұлғада тұруы,
нөлдік тұлғада тұруы, яғни екінші жақтық мағынаны білдіреді, бұйрықтық мағынаны білдіреді, яғни сен кел дегенде, және де жекеше анайлық мағынаны білдіреді. Екеуінің айырмашылығы осында, яғни кел деген үсті бір тұлға болғандықтан, бұнда мағына жағынан. Енді осы тұрғыдан ажыратамыз, иә? Жақсы, содан кейін бізде арасында өтіп кетті ме? Осының ішіне қойып жарайды. Бір етістік түбіріне қатысты. Бірінші бұйрық райынан шәйкестігі, екінші жіктелуі мәселе бар. Жіктелуіне жіктелу етістік қалай жіктеледі? Қалып етістік тікелей жіктеді, басқа етістіктерді жіктей алмайды. Ал енді сонда қандай тұлғада жіктеледі деген сөз? Рай тұлғаларында жіктеледі деп айтамыз, иә? Сосын мынадан қандай қорытынды шығаруға болады? Етістік түбіріне қатысты. Сөйлемнің ішінде етістік қандай тұлғада келеді? Түбір тұлғада келе ме, келмей ме? Келеді. Етістік сөйлем ішінде түбір күйінде келе ме, келмей ме? Жоқ. Кез келген етістік бұл жерде етістік ешқашан түбір тұлғада келмейді, не шақ, не рай тұлғасында, мысалы шақта ол есімше, көсемше жеделдіктен шақ қалып етістіктің тұлғасына ену арқылы, ал райда шартты рай, қалауы рай, бұйрық рай, ашық райда келу арқылы ғана етістік қолданылады. Демек, сөйлемнің ішінде кел, бар, айт деп тұрса, оны ешқашан түбір дейді. Сол артында қосымша бар деген сөз. Қосымшасымен келіп қайда тұр деген сөз, иә? Осында қорытынды шығаруға болады. Екінші, сөз тұрғысынан екінші бізде Мамандық пен Ысқақовтың етістік түбірлерін бұл жерде Ысқақов пен етістіктің түбірлерін жаңа кездесін сөз құрамы тұрғысынан қайта құрып өз кестеңізді жасаңыз деген. Бұл жерде біз яғни сөз құрамы жағынан дара күрделі деп бөліп аламыз. Яғни біз дараға жатқызатындар түбір етістік, негізгі түбір етістік, туынды етістік және туынды түбір етістікті жатқыздық. Мысалда келтіретін болсақ, күрделі құрамды етістік, құрама жай күрделісі, біріккен қос түбір етістіктер, тіркесті түбір етістік және идеомаланған есіктерді жатқыздық. Аналитикалықты біз бөлек сөздің ішіне кірмейді. Тез айта салыңдар, қағаздарға қарап. Бізге берілген негізгі тақырып аналитикалық және күрделі етістіктердің Вен диаграммасына салу. Бұл жерде жалпы аналитикалық пен күрделі етістікті алған кезде бұл жерде күрделі етістік негізгі және негізгі, яғни екі негізгі етістіктен құралады, және бұл жердегі екі етістіктер бір ойдан құралады және бір сөзді білдіреді. Сонымен қатар және айтып өтті ғой бізде күрделі етістік жайлы. Ал бізде келесі аналитикалық етістік жайлы бұл жерде негізгі оймен, сонымен қатар оған көмекші сөздің қосылу арқылы жасалады. Бұл жерде аналитикалық. Салыстырып беру керек, екеуін бір-біріне. Мысалы, мынау деген сияқты. Келесі бір сөзге негізгі ойды білдіреді аналитикалықтан. Сонымен қатар грамматикалық мағына береді. Бұл олардың өзінің ерекшеліктері. Сонымен қатар бізде ұқсастығына келетін болса, оның екеуі де екі түбірден тұрады, яғни бұл оның ұқсастығына жатады. Сонымен қатар екеуі де күрделі қимылды білдіреді. Сонымен қатар екеуі де негізгі және көмекші сөздің етістіктерде тұруы мүмкін, иә? Екеуі де мүмкін. Бұл жерде анализм үдерісі болады, яғни жаңағы аналитикалық процесс арқылы жасалған сөздер аналитикалық формат екіге бөліп қарастырсақ болады. Жаңағы негізгі сөз және де көмекші сөз, ол аналитикалық формат. Мысалы, келе жатыр деген сөзді біз негізгісі кел, е дегеніміз ол е және де жатырды, ол біз аналитикалық форматқа кіргізсек болады. Аналитикалық форматтардың тағы бір түрлеріне тоқтала кетсек, п деген бар, ол немесе белгілі нәрсенің қимылдың үдеуі, немесе бірте-бірте азаюын білдіреді. Жақсы, мына жаттығулардың ішінде ол мысалдар бар, иә? Жақсы, дұрыс қой, иә? Үшінші кішкене асықтырып жібердің ба? Салыстырып айту керек, иә? Вен диаграммасынан айырмашылық. Мынада мынау, мынада оның қарсы мынау деген сияқты салыстырып айтса, сонда анық болады еді. Енді ортақ белгілер жақсы. Келесі, жинақтау, бұл жерде 10 сұрақ бар.
қимылдың атын білдіреді. Тез өздеріне түртіп қойыңдар. Жоқ, негізі мынау белгілеп осының артына бір жерде осы тестің артына бірінші я екінші жоқ деп бір жағына шығып қарап толтырамыз. Я жоқ деп бірден жазып отырамыз, содан кейін бірден жауабымызды қарап отырамыз. Бірақ енді алдымен өздеріңіз жауап бересіз. Бірінші сұраққа етістік қимылдың атын білдіреді. Әркім өзі белгілесін. Етістіктің тудырымен бері қарай екінші жақ тұлғасыdır. Әркім өзі белгілесін. Келесі күрделі сөздің күрделі етістік ұғымы сай келеді. Бағананы қайталамыз. Жоғары Cevap edersin. Cevap жазып па? Келесі аналитикалық форматтар күрделіліксіз жасайды. Аналитикалық форматтар күрделіліксіз жасайды. Жауап жазып па? Көмекші етістіктер сөз тудырады. Jamila қазір екінші бақпан ғой, иә, өзіңіз? Jamila, онда сөйлейді, негізгі көмекші етістіктер жүктелу синтаксис қызметіне байланысты. қазір екінші бақпан ғой, жалғаса береді. Бірақ та Jamila, сізге бір-екі ауыз сөз бересіз болады. Онда қазір жалғастырамыз, кім Jamila? Мәнсіз Енді құрметті студенттер жауап бере аласыңшы? қазір ана кім апай өзің жалғастыра бересің ғой. Бұл аш сабақ дегенде бір өзінше кішігірім мереке. Кішігірім өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен мына апайлар қатысып отыр, міне сіздердің білімдеріңізді, осы қазір қазақ тілі морфологияны қаншалықты меңгергендігіңіз туралы міне сіздерменен өзара тәжірибе алмасып көріп отырмыз. Енді бізге осы іс-шараға біздің институттың, филология институтының директоры, филологдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Күнипа Ахатовна сізге сөз берейік, енді бір-екі ауыз сөйлепсіз, жиналысқа жалғастыра береміз. Jamila. Бір балық күйеме балық қоясыздар да? Өздеріңіз бағалайсыздар. Екінші бәрі жалғастыра береміз. Шығыңыз. Сабағыңыз бітсе, Сіз сөйлей беріңіз. балалар жасабасын деп күтеді. Жалықпасын деп бір үйренген қайсы Өте жақсы, рахмет сіздерге. Сіздерге қарап отыр, бірінші курсқа келсем, үшінші курс дейді. Мен айтамын, бірінші курс сияқты қатысады екенсіздер. Ал мен бірінші курстағылар өте активный болады ғой. Сіздерге қарап ойладым, бірінші курс десем, үшінші курс. Өте жақсы. Қазақ тілін жақсы біледі екенсіздер. Мен ұмытып қалдым қазақ тілін жаңағыда. Қарап есіме түсті ғой. Бір кезде бізде мектепте оқығанда солай оқығанбыз. Өте жақсы, көп рахмет. Сіздерге осы еңбектердің жемісін жеңіздер. Жақсы маманның иесі болып шығыңыздар. Біз әрқашанда сіздермен мақтанамыз. Жақсы. Рахмет сіздерге. Рахмет, кешіріңіз сабағыңызды. Құттықтап қояйық. Құттықтаймыз. Бір шараның басында келер жақсы адам дейді ғой, өстіп жақсы көп жасаңыз. өзіміз әлі баға қойған кезінен кімнің қалай қатысып қалай жауап беруі